Tarixta yetip tastayın burungu ötken yerlerden ertede yerler ötken göksün güzün öngörüp köngülü köşüp jellengen hayırsız dep bulgunu sasan kayılı babamız bulgan egen sergeldi halkanda eken bul megen ret ellerden elin ata ayladır da avdarıp Mangıstaudun karoyun alay bir halkı jellengen de bulgan batırlar atamızı gezekpen suyun kara kendime tengire bergen berdime Mumbay'ın iş bulu bek balvan yazkarımız yer töle şodanla şabay yer ey solardık ravasıyım soğan İsa'nın dozan yer soğan Allah'ın etkendisi var Alaşkalanla şaşılgan Kullarının dualı Almastan karuvasılgan Ata beken yerişin Tuğutta özgen yerişin Kanbaydan da şabızıp düşmandan hayran azırgan ey sulu kıyığa bulgan vakıtı 70. Жылдың şamasa yastana жұрттың дамасы Бәймен беттеліп патшаның бұйрығын айтқа адайған Амалың жоқ кететін жерің жоқ қашып кететін Көнесің де бұған қалайдан Ей хабарды есті қосындай Жүген құрып беймеген асаудай халқым шошындай Біреуден біреу айрылып кете жазды қосылмай Хиуада хан бар деп соған барсақ біздерді кәмірге бермей хандар деп Ал Хиуаға қарай бет түзеп ойлаған халық қосылдай Сол күнде ояз үркеді кетіп деген әскерін ертіп құлшықтың әскерін ертіп баслады көндірен деп жібермей халықтың болса сасқаны Ал бұл бір бейі ұрыстан бұл жетпейтін аспаны Зор көрмеген көңілі бай бір өзінен басқаны сайланып қару жарақпен елге де шықтың қараға 80-де солдат сасламын Көп! Кезені салап бермеңді Патша мененде қас болып Қырық жігітке мас болып Тосанда шықты алдынан Тұлпарлар мініп қарғыған Кескірде ұлыш көк майған Бес қаруында сайланып Болысам деп қайдамға Кездескен жүйрік шауыз Шығанап теңіз айналма Біреукендің сол жердің аяғыряғыда көрінді Қарасынан айқау бедім Сонда тұсан сөйледім Өдем бар менің айтқан деп Мен мұнда болса қайтпам деп Тұсанда жалғыз бөлінді Тұлғарым тұр деп тебіндің Күнепте тұрған құлдыққа Ойламай шаптың гүлімді Ярамасы көтілді Оралам тоқтың ішінен Қазан тауы біреуген Найзасының да ұшынан Біреуге сауытта келгенім Аттанып тарап деймедім Қойға шаққалай көрді Бергендерін ай сүйінгі Берегізім қашырдам Көрсетті айрат ашылдам Қимылдады қирадам Күйінде өскен қырандай Ер қайраты сыналдай Бейілдай медай ішінде Бір ояз 80 ай солдаттың Бәрінде қырды сол жерде Біреуін жеткен ай шығармай Айдай-ай Айдай-ай Айдай-ай
Солай оқиған хай жеміздеп қабықсаспам, не қыларын біле алмай ел бөліні бүріппін, қонысына тұра алмай Харазмға қарай жол тартып, батырлардың баяндап Маңғыстауда жүре алмай, көңілдері тына алмай, патшаға жетті бұқа барай мама келмеген жандар ау, құйрығын алып патшаның айылыранған тоқпенен әскерін судан шығардай, солдаты қойдай шұбырды, жер ортасы қара тоқ ұзында төгіп кідірді, қағарын төгіп халыққа қатты да көзбен қарады. Ал қырамын деген шетіңнен жетті де жұртқа хабар айы, біріктіріп елді жинауға жан жақтан шықты шабары, қорыққаннан көндік деп ай елдің де келдің адамы сол жерде салғырт салады, халықты қойдай қылады, ақшалары жоқтардың аяғын мен нарын алады. Көш боланымды артам деп айдың жұғысқа бағытпа, қайлаға қарай тартам деп, қашқанның алдын тұтам деп, шашылған елді бірлерге біріктіріп қосам деп, айрықша жауын басқадан, айрықша жауын басқадан, жауында иса досан деп, үсіпкенді қосан деп, ал амалым жоқ ететін, жерім жоқ қашып кететін, Харазмға кетті батырлар шаршаған қалың отряд соғандан келіп қонаққа, ал көліктері болдырып сол жерде ұйқып жатқанда, таң сарғайып атқанда бұзған Иса бастаған алпыстан кісі аламан, ал айналасын қабаған астына мінген аттары, өңкейде тұлпар жараған ауыздықпенен адасып, көздерін көкке қадаған. Бұл жасақтың ішінде тәжінің ұлы досан бар, бір өзінің қайратын мың кісіге балаған, еріліп жатқан әскердің жарықта өтті ортасын, 4 солдатын өлтіріп, 10 солдаты сол жерде тұра алмай қалды жарадан. Сол жерден әскер бекініп топ құрып қақты барабан, батырлар содан кетулай, ойлағандарын етулай, аманым жоқ еден бейғарысты батырлар, енді солай деп ұшқындары жарқылдап, дөңгелекте жалтақтап, көрдім жерді оялтақтап, аспанда ұшқан аққудай, мереңдер ойын сұғады, солдаттың көбі жаралай, біразынан айырылып, жандар алдыңыз адам көріп жолған қоя жарып. Ал ұстап азап бермек
кетек тусам болмай назарам тоқтамастан жол жүріп хайуаның кетті шәрін айы қаһар қатты әскердің шыдай алмай кәрді қорыққаннан күндіктен бұл мұсырды бәрде осылайша патшаның әмірі жүрді бәріне ханның туған тегісі арақ патшаға жағам деп су құйған кетеншілерге қырсығынан сақтың заман ақыр күн туды үлкен түйгіші кәрігегі